Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын бисквитный пирог жасаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі 3 жұмыртқа, 1 стакан қант, ерітілген май, ұн және разрыхлитель. Жұмыртқаларымызға қант салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ерітілген майды құйып араластырамыз. Кішкене ұнымызды саламыз. Және разрыхлителімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды шетінен салып отырып араластырып отырамыз. Міне бізде осындай біркелкі масса пайда болды. Ыдысымызға салып, жақсылап жан-жағын жазып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне осындай пирогымыз пісті. Енді үстіне қаймақ пен қанттан қосып, крем жасаймыз. Оны жақсылап араластырамыз. Дайын болған кремімізді пирогтың үстіне толықтай жағып шығамыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Қалауыңызша әдемілеуге де болады. Пирог өте дәмді, жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.